Барлықтарына сәлеметсіздер, және менің арнама қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздерге қыздарға арналған 2 лайфхак көрсетемін. Ендеше қызық болса бастайық. Бірінші лайфхак. Біздің барлығымыздың да үйімізде осындай резинкалардың бары анық. Ал ол резинкалар созылып кетсе, не істейміз? Қоқысқа лақтырамыз. Жоқ, қоқысқа лақтырмаймыз. Біз оны қайтадан қалпына келтіре аламыз. Ол үшін бізге ыстық су қажет болады. Және осы суға біз резинкамызды саламыз. Және ол біртіндеп қайтадан қалпына келеді. Ол қайтадан қалпына келді. Және оны біз аламыз. Ол осындай әдіспенен қайтадан қалпына келді. Және бұл лайфхак маған өте қатты ұнады. Келесі лайфхакта мен сіздерге карандаштан, егер ол сізде ондай қатты жұқпайтын болса, оны қалай қаттырақ жұқтыруға болатынын көрсетемін. Ол үшін бізге зажигалка қажет болады. Және біз осы карандаштың басын күйдіреміз. Но менде шықпай жатыр зажигалка. Енді біз оны көреміз жағы. Бізде ол бұрынғысынан да қаттырақ жұқты, және бұл лайфхакта орындалады. Все, достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, және менің арнама жазылыңыздар. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін, сол себептен мені қолдап отыруларыңызды өтінемін. Себебі менің каналымда ондай қатты белсенділік жоқ. Белсенділікті арттырып, барлығымызда лайктарымызды аямайық. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.